Автобуста орын берді қария. Арманымды артып алып арқама, кітабымды салып алып қалтама, тіршіліктің қамы менен жүрген өзім көп нәрсеге үлгеріп, келмей ұзақ келіскендей теп-тегіс зарықтырдау мен білетін автобус шіркін олар дер кезінде келсе ғой, бұл ғұмырдың келді екенін білсе ғой. Маған қажет автобустан түңіліп, ұзақ тұрдым кітабыма үңіліп, уақыт болып қалғаннан соң ба, жалғыз қалып қойғаннан соң ба, қоярдай қалып жолынан, қозғала берген орнынан автобусқа енді кеттім жүгіріп. Кергенім сол автобустың алдынан бір қария тұрды баяу орнынан. Шүкір Алла, шүкір деді жай ғана, нұрыңға отыр деді әй бала. Жоқ, жоқ ата, мұныңыз не мазақ па? Мұндай дәстүр жоқ еді ғой қазақта. Рахмет, отырыңыз өзіңіз, мен жаспын ғой, көріп тұр ғой көзіңіз. Сіз тұрғанда отырамын мен қалай, жасыңызда тұрдыңыз ғой, ұзақ жаяу жүрдіңіз ғой сіз талай. Мен ғана емес, көрдіңіз бе, бәріміз де аңтаңбыз. Тым болмаса бұл жұмбақта не сыр барын айтсаңыз. Дедім дағы ақсақалды қолтығынан ұстадым. Ал ақсақал саусағымен дала жақты нұсқап тұрып сөйлеп кетті, даусы әлсіз дірілдеп, құлағыма жетіп жатты, ерекшелеу бірлеп. Жаңа тұрған адамдардың бәрі ұстаған темекі. Ұстағаның темекі емес, кітап болды сенікі. Кітап оқып тұрғаныңа мен ішімнен жұбандым, ал кітапты көргеннен соң одан бетер қуандым. Абай ата өлеңдерін оқып өскен, тоқып өскен баладан шығу керек көп ұзамай. Абай тектес даналар, маңдайыңда жазық екен, жазығындай даламның, жанарыңда от бар екен қарағым. Тұр едің, ұндап сөзін бөлмей атаның, нешедесің, жан өзіңнің атың кім? Деп ақсақал жауырынынан қақты да, сөйле бала, деді сәл-сәл қаттырақ, сөйлескенге не жетеді қартпенен, мен өзімді таныстырдым баппенен. Мен келгенде дүниеге көп ағайын жиналған, келген екен Ресейден, келген екен Қытайдан, ойлап шалғай ауылдарды, жиып жүрсін бауырларды, деп атымды қойған екен Жиенбек, куәлікке қате жазған, деп бір бике Жиенбек. Туған жылым жылан жылы 1965, қар басып жүрмін 25. Дедім дағы кім болады атыңыз, деп сұрадым. Неше болды жасыңыз? Қайтейін балам, сендей шақта тап болдым бір бәлеге, азуледім, өнерледім, ісім елге өнеге, өмірімнің көктемі шықпай қалды байлауда, солтүстікті ағаш кестім, жапа шектім айдауда. 70 жыл өмір сүрсін деп, бәлкім ойнап күлсін деп, 70 деп ат беріпті, жасым жетті 70-ке, қуат барда өрлей алмай, қалып қойдым еңіске. Мен көрмеген, мен жетпеген, жеңбай жеңіске. Тіл деп, дін деп жалынды алыстым, жалғыз ғана кінәм сол. Осы екеуін аялып өт, саған сендім күнім сол. Ал өзіңе жар болсында кез қылмасын әлеге, беріп ұстап салтыңды, соңынан ертіп қалғыңды, жолымен салған абайдың, шамшырағы болып талайдың, жеткізгейсің қалың елді, бақыт деген мәреге. Я балам, мен көп тұрдым, көп жүрдім де жаяулап, өз елімнің іші маған бола алмады саябақ. Жас буынды сен сияқты, орын беріп мен сияқты, зарықтырмай жаңбырына, балта шаппай тамырына, аяласа халқымыз, әлем шарлап даңқымыз, ел боламыз, керегесін кең жайған, менің басқа арманым бұл, сұрап өткен Құдайдан. Бұл сөзден соң байқауымша қарияның кетті босап буыны, үлкендерді қарт адамның автобуста тұруы, орындыққа отырғыздым, ұстадым да қолынан, жолың болсын, бар бол балам, қалма деді жолынан. Ата, сізге тілектеспін, жүзге есен жетуге. Ертең сенбі екраннан кешкі сағат 7-де өлең оқып, домбырада, гитарада ән салам. Арманымыз бір боп шықты, ата біздің аңсаған. Осыны айтып жүре бердім, бетке ұстап даланы. Көріп қалдым ақсақалдың қасына келген балана. Ата, міне қараңызшы, темекіні лақтырам, ертең мен де Абай атты кітабымды апшығам. Бәтті бәрі Абай жолын бастаймын, темекіні мәңгілікке тастаймын, деп ажарлы сөйлеп жатты, ақсақалды әуелеп, ал мен шығып бар жаттым, шүкір, тәубе деп. Қосарманым жетелейді, артып алған арқамда, болашаққа жүріп келем, кітабым бар қалтамда, Сәкен Ильяс Бейімбетті аттырған, шәкәрімді құдыққа кеп лақтырған, тыңдамаған шоқанды, жәбірлеген ақанды, сол жандардың ақылатым таязды. Ал таяздар бұл күндері азайды, қазір елің танымастай өзгерді, өзгергенін атау міне көз көрді.
Tilimiz var, dinimiz var, elimiz bugün egemen, jerin önörlerin bukul elemeligen, Abay Muhtar esimlerin jer dünya tanıda hayran atan etken janın, etken erin körgün. Sen Abay'dın bolaşağın elde kaşan görüksün. Elde kaşan körgündükten, bolaşağına sengендikten, egde takkan kartçağında basın deyip yaşşalanga türe görüp öz omunu veripsin. Orpağımın kızın görürüm baba, basın deydim, yerliğine tangdana, ulan baytar dalası var, sende yakıl danası var, jarşı akın balası var, el emeksiz kalığa tiis demez, жалғанда.